И әріпін жазып үйренейік. Мұқият тыңда. И әріпі бас әріптен және кіші әріптен тұрады. И әріпінің бас әріпі. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай доға жасай отырып, тік төмен көлбеу сызық жүргіземіз де, жазу жолының астыңғы сызығына жете бере, оңға қарай доға жасай отырып, астыңғы сызыққа тигізе ілгек жасаймыз. Бастапқы ілгектен оңға жылжып қаламыңды қойда, тік төмен көлбеу сызық түсіреміз. Жазу жолының астыңғы сызығына жете бере, оңға қарай доға жасап, астыңғы сызыққа тигізе ілгек жасаймыз. И әріпінің кіші әріпі. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен қарай астыңғы сызыққа тигізе ілгек саламыз. Сызықты жалғастырып, көлбеу оңға көтеріп, үстіңгі сызыққа тигізген соң тағы да ілгек жүргіземіз. Ал енді дәптеріңді ашып, И әріпін әдемі жаз.